Жел диірмен 180 градусқа бұрылды. Бұл оның қарама-қарсы жаққа бұрылғанын білдіреді. Бұруды өлшеу үшін бұрышты пайдаланамыз. Градуспен берілген бұрыш кез келген мәнге ие бола алады. Желдің көмегімен қозғалатын диірменнің шығыры көп айналым жасайды. Ол 5 рет толық айналғанда 1800 градусқа тең бұрыш жасады. Бұрыш пен мәні айналу өлшемі ретінде қабылданады. Сағат тілінің бағытына қарсы бұрғаннан пайда болған бұрыш оң бұрыш, ал сағат тілінің бойымен бұрғанда пайда болатын бұрыш теріс бұрыш деп аталады. Декарттық координаталар жүйесін қарастырайық. OX осінің оң мәндері бұрыштың алғашқы орналасу жағдайындағы сәулесі, ал координаталар басы төбесі болсын. Бұрыштың соңғы орналасқан жағдайындағы сәулесі кез келген жерде орналасуы мүмкін. Осы сәуленің орналасуы бұрыштың өлшемін анықтайды. Егер бұрыштың бастапқы сәулесі X осінің бойымен нөлдің оң жағында жатса, ал оның төбесі координаталар басында орналасса, онда бұрыш декарттық координаталар жүйесінде стандартты түрде орналасқан. Бұрышты сағат тілінің бағытына қарсы бұрғаннан пайда болған бұрыш оң бұрыш, ал сағат тілінің бойымен бұрғанда пайда болатын бұрыш теріс бұрыш деп аталады. Берілген бұрыштарды қарастырайық. Бұрышты толық бір айналым немесе оның бөлігі ретінде сипаттауға болады. Бұрышты ұтымды пайдалану үшін бізге толық айналымнан кіші бірлікке негізделген өлшем жүйесі керек. Бұрыштық шаманы өлшеудің көптеген түрі бар. Ең көп таралған түрі градустық өлшем болып табылады. 4000 жыл бұрын вавилондықтар ойлап тапқан градустық өлшем әлі қолданылады. Бір толық айналым теңдей 360 бөлікке бөлінген. Әр бөлік 1 градус деп аталады. 1 градус теңдей 60 бөлікке бөлінеді. Әр бөлік 1 минут деп аталады. 1 минут теңдей 60 бөлікке бөлінеді. Әр бөлік 1 секунд деп аталады. Бұрыштың радиандық өлшемі ұзындығы шеңбер радиусының ұзындығына тең доғаға сәйкес келетін центрлік бұрыш. Егер АОБ бұрышы радиусы R болатын шеңбердің центрлік бұрышы және АОБ бұрышына сәйкес доғаның ұзындығы S болатын болса, онда АОБ бұрышының радиандық өлшемі S бөлінген R болады. Радиандық өлшемнің өлшем бірлігі болмайды. Себебі доға ұзындығы мен радиус бір өлшем бірлікте берілген. Бір радиандық бұрыш деп ұзындығы шеңбер радиусының ұзындығына тең доғаға сәйкес келетін центрлік бұрышты айтамыз. Радиусы R болатын шеңбердің ұзындығы 2πr-ге тең. Сәйкесінше 180 градус π радианға тең. Теңдіктің екі жағын 180-ге бөлгенде келесі теңдікті аламыз. 180 градус π-ге тең теңдігінің екі жағын π-ге бөлгеннен кейін алатынымыз